Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Нұршахар. Бүгін сіздерге тоқыманы нөлден бастап үйренуді үйретемін. Ең алдымен крючок ұстау тәсілін көрсетейін. Крючокты мінекей осылай ручка ұстағандай және осылай пышақ ұстағандай. Ас үйде пышақ ұстағандай және де осылай ручка ұстағандай. Өзіме маған ручка ұстағандай ыңғайлы, сол үшін сіздерге осылай көрсетейін. Міне, ең алдымен достар, міне сұқ саусаққа осылай жібімізді айналдырамыз. Содан кейін крючокты саусақтан өткізіп, мына тұрған жіпті іліп шығарамыз. Және мына тұрған астындағы жіпті тартамыз. Бұл бізде жұмыс петлясы деп аталады. Көрдіңіз ғой? Өте оңай. Болмаса өздеріңіз қолмен жасап алсаңыздар да болады, осылай міне. Бүйтіп. Жаңа қиындатсаңыздар, осылай жасап алсаңыздар да болады. Негізі өте оңай. Міне, сұқ саусаққа осылай айналдырамыз. Крючокты жіптен өткіземіз, астынан аламыз да, мынаны крючокқа арғы жіпті, міне қысқа жіпті қолымызға іліп, ұзын жіпті шығарып аламыз. Содан кейін астыңғы жіпті тартамыз. Көрдіңіз ғой? Екеуін бірдей тарттым. Сол кезде осындай петля пайда болады. Енді достар, мінекей осы петляны осылай басынан бастап алып, қайта шығарып, тесікті ортасындағы көріп тұрсыз, көзді, осы көзден шығарсақ, іліп, қайта шығарамыз, іліп, қайта шығарамыз, іліп, қайта шығарамыз, ілеміз, қайта шығарамыз, ілеміз, шығарамыз, ілеміз, шығарамыз, ілеміз, шығарамыз. Көрдіңіздер ғой? Өте оңай. Ілеміз, шығарамыз. Ілеміз, шығарамыз. Бұл бізде воздушный петля. Көрдіңіздер ғой? Біз воздушный петля тереміз десек, демек, осылай ілемізді шығарамыз. Осы воздушный петля деп аталады. Енді достар, қараңыздар. Енді сіздерге столбик без накидті көрсетейін. Столбик без накид. Ұмыт қалмау үшін жазып алсаңыздар болады. Столбик без накид. Ол дегеніміз міне жұмыс петлясы ілініп тұрады, крючокта тұрады. Одан кейін міне бір көз тастаймыз да, одан кейін көзге міне саламыз. Жұмыс жібін крючокқа ілеміз да, былай шығарамыз. Көрдіңіз ғой? Менде қараңыз, екі петля болып тұр, Мынау бізде жұмыс жібі. Осы жұмыс жібін крючокқа ілеміз да, ілеміз және шығарамыз. Тағы да дәл солай келесіне. Міне, воздушный петля еді ғой жаңа. Енді соны дәл воздушныйдың ортасына саламыз да, жұмыс жібін крючокқа ілеміз да, шығарып аламыз. Көрдіңіз ғой? Крючокта екі петля. Енді біз осыны біреу қылуымыз керек. Крючокқа жіпті ілеміз да, шығарамыз. Міне, бір петля болды. Дәл солай тағы да крючокқа жіпті. Міне, жіптен өткіземіз да, крючокқа жіпті іліп, шығарамыз. Крючокта екі петля, соны қосып, міне, жіпті ілу арқылы тағы шығарамыз. Өте оңай. Көп тоқымаларда осы столбик без накид жүреді. Сондықтан да жазып, ұмытпай, қайталап, тоқып үйреніңіздер. Міне еш қиындығы жоқ. Өзі көрініп тұр көзіңізге. Міне көрдіңіз ғой? Камераның өзінен көрініп тұр, қыздар. Живой вообще күшті көрінеді. Сол көрініп тұрған жерге міне ортасына саламыз да,
крючокқа жіпті ілеміз да қайта шығарамыз. Оп, оңай. Міне, крючокта 2 петля болып тұр. Тағы да крючокқа жіпті ілеміз да осы 2 петляны біреуге айналдырамыз. Мінекей. Дәл осылай тоқи береміз. Мінекей. Мінекей. Көрдіңіз ғой? Мен общий столбик без накид тоқып шықтым. Енді достар, міне жұмысымызды айналдырамыз дегенде қараңыз. 1 воздушный, 2 воздушный деп айтамыз ғой. Сол 2 воздушный былай жасаймыз. 1, осы жерден кейін. 2 воздушный дегеніміз бірінші жаңағы. Ең бірінші өткен айтылған тәсіл ол воздушный петля. Ол дегеніміз просто так бос шеңбер бос сеп тоққан. Енді міне жұмысымызды айналдыру деген міне мына жұмысты осылай айналдырамыз. Енді келесі тәсіл міне қараңыз. Пол столбик деп айтылады. Пол деген жарты, жарты столбик. Жаңағы столбик без накид деген накид жасалмайды деп тұр, Ал мынада жарты столбик жасалады деп тұр. Мінекей, оны қалай жасаймыз? Міне, бізде петля тұр ғой, крючокта жұмыс петлясы ілініп тұр. Оған жұмыс жібін ілеміз да. Міне. Ал столбиктерден кейін көрініп тұр ғой, сол көрініп тұрған ойықтардан кіргіземіз да. Крючокқа жіпті іліп шығарамыз. Крючокта 3 петля ғой, осы 3 петлядан бірге шығарамыз. Міне. Біреу қыламыз. Тағы да ілеміз. Тағы да ойыққа салып крючокқа жіпті іліп шығарамыз. Міне менде 3 петля. Енді осыны крючокқа жұмыс жібін ілеміз да біреу қыламыз. Көрдіңіз ғой, оп-оңай крючокқа жіпті ілеміз. Ойыққа кіргіземіз да крючокқа жіпті іліп шығарамыз. Бізде 3 петля. Осы 3 петляны крючокқа жұмыс жібін ілу арқылы біреу қыламыз. Міне. Өте оңай. Үйреніп алсаңыздар, мен сияқты тоқитын боласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Осы жерден бастап үйреніп алсаңыздар, сабақ, менің каналымда көптеген сабақтар бар ғой, аяқ киім тоқу, жакет тоқу, повязка тоқу деген сияқты. Пинетка тоқу, сол жерде осы тәсілдер қолданылады. Сол кезде оңай болады. Ең соңғы рет көрсем, крючокқа жіпті ілеміз. Ең соңғы тұрғанға ойыққа кіргізіп, крючокқа жұмыс жібін іліп шығарамыз да. 3 петля, осы 3 петляны крючокқа жұмыс жібін ілу арқылы біреу қыламыз. Міне. Енді достар, мінекей, осылай тағы да 3 воздушный көтерілеміз. Уже үйреніп қалған шығарсыздар. Енді жұмысымызды бұрамыз. Мінекей. Келесі көрсететін тәсіліміз, міне крючокқа жіпті ілеміз. Ойыққа кіргізіп, крючоктан жіпті жұмыс жібіне іліп шығарамыз. Крючокта 3 петля. Енді крючокқа жұмыс жібін іліп, бір алғашқы екеуінен бір, міне крючокта 2 петля қалды. Жұмыс жібін крючокқа ілеміз да, осы екеуінен тағы да өткіземіз. Крючокта 1 петля. Бұл бізде столбик с накидом. Крючокқа жіпті ілеміз. Ойыққа кіргізіп, жұмыс жібін крючокқа іліп шығарамыз. Бізде крючокта 3 петля. Жұмыс жібін крючокқа іліп, алғашқы екеуінен 1 және соңғы екеуінен тағы да 2 шығарамыз. Столбик с накидом.
тағы да дәл солай крючокқа жіпті іліп, ойыққа кіргізіп, жұмыс жібін крючокпен іліп алып, крючокқа жұмыс жібін іліп, алғашқы екеуінен бір, соңғы екеуінен бір шығарамыз. Бұл бізде столбик знак кидім. Бұл бізде жакет, жилет тоқитын кезде өте керек тәсіл. Детский пинетка тоқсақ та ең тиімді тәсіл. Мінекей. Дәл осылай сіздерде осы үш тәсілді білсеңіздер, тоқыманы тоқуға болады. Мінекей достар, бізде келесі төртінші тәсіл. Ең бірінші 4 воздушный петля ілеміз. 2, 3, 4. Біздің төртінші тәсіліміз румия накидами деп аталады. Оны қалай тоқимыз? Мінекей крючокта жұмыс жібі, жұмыс петлясы іліп, одан кейін жұмыс жібін крючокқа екі ораймыз. Содан кейін ойыққа салып, крючогымызды ойыққа салып, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Бізде крючокта 4 петля, алғашқы екеуінен 1, ортаншы екеуінен 2, соңғы екеуінен 3 шығарамыз. Мінекей мұқият қараңыздар, крючокқа жұмыс жібін 1, 2 ораймыз. Содан кейін ойыққа крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін крючокқа іліп шығарамыз. Крючокта 4 петля, алғашқы екеуінен 1, ортаңғы екеуінен 2 және соңғы екеуінен 3 шығарамыз. Бізде осындай өрнек пайда болды. Бұл бізде столбик румия накидами. Крючокқа 2 рет жұмыс жібін ораймыз да, өрнекке салып, ойыққа салып, крючокқа жұмыс жібін іліп шығарамыз. Бізде 4 петля, крючокқа жұмыс жібін іліп, екеуінен 1, одан кейін екеуінен 2, одан кейін соңғы екеуінен 3 шығарамыз. Мінекей. Өздеріңіз мұқият қарап, үлгірмей жатсаңыздар, видеоны тоқтатып көріп, тоқып үйреніңіздер. 4 петля, екеуінен 1, одан кейін екеуінен 2, одан кейін екеуінен 3. Дәл осылай тоқи бересіздер. Бізде ең көп қолданыста жүретін воздушный петля міндетті түрде жүреді, одан кейін столбик без накид. Бізде столбик без накид көп деген жерлерде сыртын қоршауға, кез келген жерді түзеуге арналған столбик без накидпен тоқиды. Одан кейін столбик пол столбик дегеніміз, ол бізде көбінесе повязка тоққанда керек болады. Одан кейін столбик с накидом. Столбик с накидом дегеніміз бізде кез келген жакет, пинетка, қалпақ, не нәрсені тоқсаңыз да, осы столбик с накидымен тоқимыз. Ал бізде ең соңғы төртінші тәсіл столбик румия накидами болса, бұл көп жерде қолданбайды, арасында реткі қолданады. Көп қолданбайды, оны айтамыз. Жұмыс сабақ барысында румия накидами десек, ол кезде демек біз крючокқа 2 іліп тоқылатын, аты да өзі айтып тұрғандай ұзақ, өте ұзақ, тоқылуы да өте ұзақ, және арақашықтары да көрдіңіздер ғой, өте алшақ. Сіздерде дәл осылай тоқып үйреніп, менің сабақтарымды соңына дейін көріп, бағалап,
арнама тіркеліп қоңыраушаны басып, ұнаса лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.